киіз үй ғажап сәулет туындысы. Алдыңғы сабақта біз сәулет өнеріне өттік қой, енді бүгін киіз үйді өтеміз. Бүгінгі күнді жазып, тақырыпты үй мақсатқа жазамыз. Киіз үй ғажап сәулет туындысы. Мақсатты қысқартып жазамыз. Киіз үй негізінен салмағымен бірге қосқанда 300 килограммға жуық болады, және ол қыста жылы береді өзінің материалына байланысты. Ал жазда ол салқын болып тұрады арасында. Жазда жайлауға, қыста қыстауға қазақтарымыз көшіп жүреді. Видео көрейік, киіз үйдің құрылысына байланысты кішкене ақпаратпен танысыңдар. Халқымыз шаңырағын биік болсын дейді. Қазақтың түсінігінде шаңырақтың 4 күлдіреуші, 8 кер шартараттың 4 бұрышын білдіреді. Ал киіз үй уықтары күннің шашынан сіздегенді бейнелеген. сол сияқты Қайта жаңғырту, ал аудиториясы болашақ ұрпақ қазақ халқы. Құрылымына келетін болсақ, кіріспе негізгі бөлім және қорытындыдан тұрады. Кіріспе бөлім бізде көшпелі тіршілік, негізгі бөлім киіз үйдің қолайлығы, қорытынды ұлттық құндылықтың мұрағатқа айналуы. Және бізде мақаланың соңында бізде риторикалық сұрақ бар. Ол бізде осы күндері мейрам кезінде ғана шаңқан киіз үйлер көзге түскенде болмаса, қалған уақытта мұражайдан суретін көретін мұрағатқа айналып бара жатыр деген риторикалық сұрақ болады. Кездескен терминдер мұражай, мұрағат, шежіре. Мақаланың тақырыбы киіз үйдің тарихи маңызы. Және жанры бізде мақала, ал стилі публицистикалық стиль. Мақсатты аудиториясы Қазақстан тұрғындарына, ал құрылымы кіріспесі ертедегі киіз үй, негізгі бөлімі киіз үйдің құндылығы, қорытындысы ата-бабамыздың аманаты. Және көркемдегіш ерекшеліктер, бізде риторикалық сұрақ және эпитеттер бар. Және бізде мақаланың өзектілігі ол киіз үйдің қазіргі таңда қолданыста болмауы. Бізде негізінен бұл өзекті мәселе болып табылады, себебі қазіргі таңдағы мемлекет болып қалыптасуымыз. Мақаланың атын киіз үйдің қадірі деп атаған болатынбыз. Себебі осы мақалада көбінесе киіз үйдің өзінің тарихтағы орны жайлы айтылған болатын. Яғни қазіргі таңда киіз үй тек мұражайдан суретін ғана көре алатын сияқты құндылыққа айналды деп айтсақ болады. Сондықтан біз осының тақырыбын киіз үйдің қадірі деп атаған болатынбыз. Сонымен қатар өз постерімізде киіз үйдің суреті, яғни осы тақырыпқа сай киіз үйдің суреті, оған қазақ халқының ұлттық ою-өрнектеріне қосқан болатынбыз. Біздің жанр мақала, ал құрылымына келетін болсақ, бұл мақаланың кіріспесінде бізде киіз үйдің тарихтағы маңызы жайлы айтылады. Яғни киіз үй ол біздің жаңағындай тарихи және де тарихи рухани құндылықтарымыздың символы десек те болады. Ол бізге ата-бабамыздан аманат етіп тыныс-белгілері алынып тасталған. Сіздер осы мәтінге тыныс-белгілерін қоясыздар. Үдір, сызықша, жинақша, шақша,